Ассалаумағалейкум. Бүгінгі ауызашарымыз біздің өте ерекше, кәдімгі тауықтың аяқтарын осылай самса қамырына орап пісіретін боламыз. Ең алдымен тауық аяқтары қажет. Біздің үйде 4 адам, сондықтан соған сәйкесінше 8 тауық аяғын алдым. Оны осылай пышақтың көмегімен екі жаққа қарай бөліп алыңыздар. Сонда пісуі ыңғайлы және тез болады. Одан кейін шанышқының көмегімен осылай етті жағын жақсылап тесіп аламыз. Бұлардың барлығын бір ыдысқа жинап, үстіне тұз, соевый соустан 2 ас қасық қосыңыз. Яғни біз маринаттап жатырмыз бұны қазір. Одан кейін қара және қызыл бұрыш қосып, қаймақ немесе майонез болсын бір қасықтай қосып жіберіңіз. Негізі бұл маңызды емес, кішкене жұмсарту үшін. Сосын жақсылап араластырып жіберіп, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойыңыз. Сонда сіздің етіңіз тез пісетін болады. Оған дейін қамыр дайындаймыз. Кәдімгі қарапайым суға тұзды қосып араластырып жібересіз де, ұн қосып, ақырындап илеп, жұмсақ қамыр етіп шығарасыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай жұмсақ болып шығады. Енді жаюға ыңғайлы болу үшін 5-10 минутқа тағы демалдырып қойыңыз. Одан кейін басып, қамырды жайып бассаңыз. Мен сіздерге бір кеңес айта кетейін. Егер де қамырды дұрыс жая алмайтын болсаңыз, немесе әдемі етіп шығу қиын болып жатса, үйіңізде жиірек осы самсаның қамырын, қаттаманың қамырын жасай беріңіздер. Оның ешқандай зияны жоқ. Керісінше қолдарыңыз үйренеді. Оның үстіне морозилкаға сақтап қойсаңыздар, осы қамырды кез келген уақытта алып қолдана бересіздер. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді бұған ерітілген сармай қосып, бір келке етіп жағып шығыңыз. Сосын арасын бос етпей, нығыз етіп орап шығыңыз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа морозилкаға жібереміз. Мен етті холодильникте тура 1,5 сағат ұстадым. Енді пісіріп алайық. Табаға ол үшін майды құйып аламыз. Аса көп құюдың қажет жоқ. Қызып болғаннан кейін осылай біртіндеп салып алыңыз. Жаңағыдай қатты отта емес, орташа отта пісіріңіз. Толықтай пісу маңызды емес, тек қана екі бетін қызартып алсақ болды. Шамамен бір етті, осы бір салғанымды бір 7 минуттай, бір 8 минуттай солай ұстадым. Бірақ қатты бірден отқа қойып жібермеңіздер, әйтпесе күйіктің дәмі шығып қалады. Тауық аяқтарын қуырып болғаннан кейін оны толықтай суытуға қойыңыз. Ал қамырды теңдей 8 бөлікке бөліп аламын. Егер де сіз дүкеннің қамырын пайдаланатын болсаңыз, дайын дөңгелек пішіндегілер сатылады ғой, содан екеуін бірге біріктіріңіз. Себебі тауық аяқтары қамырдың ішіне толықтай сыйып тұру үшін біз үлкендеу етіп жайып алуымыз қажет. Және қамырды жаятын кезде тым қатты жұқа қылып жібермеңіздер, кішкене қалыңдау болып тұрсын. Сондықтан қамырыңыздың үлкен болуына мән беріңіз. Одан кейін осындай фольга қағаздарын арнайы 4 бұрышты етіп дайындап алыңыз, кесіп. Оны біз тауықты қойған кезде осындай үш жағын, сүйек жағын осылай орап қоятын боламыз. Ал қалған бетін қамырмен жауып түйіп қойыңыз.
Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт немесе седана себіңіз және алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыз. Міне бізде пісіп шықты, толықтай өте ыстық болып тұр. Осы кезде жеңіл салат дайындалып жіберейік. Осылай қызана, қияр, редисканың барлығын турап алып, тұз қосып араластырып жіберіңіз, сізде кешкі салат дайын бола қалады. Осы оразада тауықтың етін жиі пайдаланып жүрмін, себебі дайындалуы тез және асқазанға жеңіл. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін.